Сәлеметсіздер ме студенттер? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз нүкте, сұрау және леп белгілері. Осы тақырып аясында мынадай мәселелер қарастырылады. Бірінші, нүкте, оның қойылатын орындары. Екінші, сұрау белгісі, оның қойылатын орындары. Үшінші, леп белгісі, оның қойылатын орындары. Нүкте, оның қойылатын орындары. Хабарлы сөйлемдерден кейін нүкте қойылады. Хабарлы сөйлемдер толымды, толымсыз, атаулы, жай, құрмалас болып келе береді. Мысалы, жалмажан тұра сала далаға шықсам, түс болып күн сүй бастаған екен. Цифр не әріптер арқылы санамаланып айтылған сөйлемдерден кейін нүкте, нүктелі үтір, кейде үтір қойылады. Нүкте қойылған жағдайда әрқайсысы бас әріптен басталып жазылады. Мысалы, барлық сілтілердің төмендегідей ортақ химиялық қасиеттері болады. Бірінші, олардың концентрациялы ерітіндісі жануарлар мен өсімдіктер тканін бұзады. Екінші, сілтемелер майларды сабынға айналдырады. Құрмаласқан жай сөйлемдердің алғашқылары сұраулы сөйлем болса, олардан кейін де сөйлемнің соңына да сұрау белгісі қойылмайды. Тұтас сөйлемнің типіне қарай нүкте не леп белгісі қойылады. Мысалы, бүгін қойды кеш сауып болған ба, немене ымырт жабылып қалыпты. Бір нәрсені істеуді, біреуден сұрауды, өтінуді білдіретін сөйлемдер сұраулы сөйлем болмайды. Олардан кейін көбінесе нүкте, кейде леп белгісі қойылады. Мысалы, есікті жауып жіберші. Бұйрық, тілек мәнді сөйлем екпінсіз айтылса, нүкте қойылады. Мысалы, сендер үйге бара беріңдер, ол да үйге тез келсін. Драмалық шығармаларда әр сөйлеуші кейіпкердің атынан кейін нүкте қойылады. Кейіпкердің атынан кейін ремарка келсе, ол кіші әріппен жақша ішіне алынады да, нүкте жабылған жақшадан кейін қойылады. Мысалы, аман келді, атып тұрып. Кешігіп қалыпсыз, мырза. Сәуле, перизат, сен байқайсың ба? Кейіпкердің айтқан сөзіне тікелей қатысы жоқ. Автордың түсінігі ретінде айтылған ремаркадан кейін көбінесе жақша ішіне нүкте қойылады. Мысалы, Мырқал, інісі бар болсын, менде абзалдан басқа іні бар ма? Телефон шырылдайды. Ал кейіпкердің сөзіне ремарканың қатысы болса, нүкте жақшаның сыртына қойылады. Бас әріптерінен не басқы буыннан шартты түрде қысқартылып алынған адам, кітап, газет, журнал, шығарма, тағы басқа аттарының сол қысқартылған әріпінен не буыннан соң нүкте қойылады. Мысалы, Әбішев, Әуезов. Дәйек сөзден келтірген мысалдың қайдан екенін иесін көрсететін сөздер жақшаға алынады. Егер ашылған жақшаның алдында ешқандай тыныс белгісі болмаса, жақша жабылған жерге нүкте қойылады. Мысалы, қан сонарда шығады бүркіт жанға, Абай. Егер ашылған жақшаның алдына нүкте, сұрау, леп белгілері не көп нүкте тұрса, нүкте жақшаның сыртына қойылмайды. Мысалы, бұлақты таудан арна ақса, теңіз болар аяғы, Жамбыл. Тағысын тағы сондайлар, тағы басқа деген сөздер қысқартылып қолданылғанда, олардан кейін нүкте қойылады. Бұлардан басқа жыл, ғасыр, тағы басқа қысқартулардан кейін нүкте қойылады. Ал бас әріптерден және буындардан қысқарған сөздердің әріптерінің не буындарының арасына, сондай-ақ ұзындық, көлем өлшемдерінің және басқаларының қысқартылып қолданылатын шартты белгілерінен кейін нүкте қойылмайды. Мысалы, ППУ, ауатком, километр, сантиметр, гектар, литр, тағы басқа. Санамалы нөмірді белгілейтін айшықсыз қолданылған цифр не әріптен кейін нүкте қойылады. Мысалы, Шоқан Уәлиханов өзінің Қарқаралы округі болысының қыстаулары атты мақаласында кісі аттарынан қойылған микротопонимдердің әрбір руға тәндігін айтқан. Бірінші, Надан тобықтының қыстаулары, Қошқар, Қазанғапсай, Көрпетай, тағы басқа. Екінші, Төлеңгіттер қыстауы, Төлебекесай. Сұраулы сөйлемдерден кейін сұрау белгісі қойылады. Олар төмендегіше жасалады. Маме, бабе, папе сұраулық шылауларының қатысу арқылы. Мысалы, балалар пойыз осы ма? Сұрау есімдіктерінің қатысу арқылы. Мысалы, күйігің не? О не деген сөзің? Сенде қандай күйік болушы еді? Деп Мәкіш Абайға кінәлайда, сынайда қарады. Ғой, ше шылауларының, шығар, болар, деген сөздердің және сұраулық интонацияның қатысуы арқылы.
Мысалы, балалар пойызы осы ғой, Балалар пойызы осы шығар. Кейде көбінесе диалогтарда сұраулы сөйлем контекстке қарай таза интонациямен жасалады. Бірақ бұл өте сирек кездеседі. Мысалы, бер деймін саған, деді урядник оппағарға сүріне қабына Амантайға жақындап. Себеп, деді Амантай урядникқа тізгінді бермей. Құрмаласқан жай сөйлемдердің соңғысы сұраулы болса, сөйлем соңына сұрау белгісі қойылады. Мысалы, біреу есік қаққандай болды, естисіз бе? Бірыңғай жеке сөздер, не сөз тіркестері ерекше сұрау интонациясымен баса айтылса, олардың әрқайсысынан кейін сұрау белгісі қойылады. Сұрау белгісінен кейінгі сөз бас әріппен жазылады. Мысалы, жел ме? Аттың жал құйрығы ма? Жылан ба? Әйтеуір бірдемелер айнала ысылдайды. Жауап қайыруды тілейтін таза сұраулық мәні бар, бірақ амандасқанда айтылатын толық сөйлемдерден кейін сұрау белгісі қойылады. Мысалы, жұмеке, малжан, балашағыңыз түгел аман ба? Шүкір Аллаға, аман. Өз үй ішіңізде есен бе түгел? Тегіс есен. Леп белгісінің қойылатын орындары. Сұраулы сөйлем жасайтын маме, бабе, папе шылаулары бар. Сәлемдескенде айтылатын сөйлемдерден кейін сұрау белгісі қойылмайды, леп белгісі қойылады. Олар тікелей жауап қайтаруды тілемейді, сәлемдесуді ғана қажет етеді. Мысалы, армысыз, ардақты ата. Лепті сөйлемдерден кейін леп белгісі қойылады. Мысалы, маңайдағы егіннен ине шаншар жер жоқ екен ау. Бұйыру, өтіну мәнінде айтылып, баяндаушы екінші, үшінші жақ бұйрық раймен жасалған сөйлемдерден соңынан автордың қолдануына қарай не леп белгісі, не нүкте қойылады. Ондай сөйлемдер ерекше бір көңіл күйге байланысты көтеріңкі дауыспен айтылса, лепті болады. Мысалы, Абай айыптап, кінәлағандай боп, ақырып жауап берді. Ақырмаңыз, тоқтатыңыз қазір мынау бассыздықты. Ішінде сұраулы сөйлем жасайтын элементтер бар, бірақ ерекше бір сезіммен айтылған сөйлемдерден кейін леп белгісі қойылады. Мысалы, Жамбылдың аты ақын ба, жылғадай жыры ақбаса. Ұран, үндеу мәнді сөйлемдерден кейін әрдайым леп белгісі қойылады. Мысалы, біз қазақ ежелден еркіндік аңсаған, Қазақстан Республикасы ғылымын жетілдіре түсіндіру. Қаратпа сөз сөйлем басында келіп, көтеріңкі дауыспен айтылса, одан кейін леп белгісі қойылып, келесі сөз бас әріппен жазылады. Мысалы, Тоғжан, япырмай, жақсы айттыңыз ау. Қыстырма сөйлем лепті не сұраулы болса, екі жағынан жақшаға алынады да, леп не сұрау белгісі жабылатын жақшаның алдынан қойылады. Жақша ішіне алынған қыстырма кіші әріппен басталып жазылады. Мысалы, еміс-еміс естуімше, қыздың бір дұшпаны, неге дұшпан болатыны айтпай-ақ мәлім. Қызға мен жіберетін өлеңдердің біреуін түсіріп алады. Жақшаға алынған қыстырмамен аяқталып тұрған сөйлемдерде леп, сұрау белгілері жалпы сөйлемге тиісті болса, олар жақшаның сыртына қойылады. Астапыралла, солай дейтін оның кейде әдеті болушы еді, деді Итбай. Одағай сөйлемнің басында келіп, көтеріңкі дауыспен айтылса, одан кейін леп белгісі қойылып, келесі сөз бас әріппен басталады. Мысалы, пәләй, мақұлақ, ал ендеше мен нені айттым? Жоқ дегендер сөйлем басында келіп, ерекше екпінмен айтылса, олардан кейін леп белгісі қойылады да, келесі сөз бас әріппен басталып жазылады. Мысалы, жоқ, жалғыз емес, мен болармын қасында. Ерекше мән бере көтеріңкі айтылған атаулы сөйлем сияқты сөздерден кейін де леп белгісі қойылуы мүмкін. Мысалы, иегі ителгінің тамағындай деп қызықтырған, асықтырған қалыңдық. Ділда, мұның жары.